Әйгерім, мама, папалары, коллектив, достар, рахмет енді. Қазір бізде енді бұдан да кейін негізі айтып қойғанымыз ғой, 30 жас тойлаймыз деп. Енді ауаны сынақ үшін қазір кішкене сырқаттанып, сынақтан, бірақ қателерді өткізуге болады дейді. Просто ол дұрыс емес деп ойлаймын. Жазбай, Құда қаласа 40 жаста дүркіреп тойлайды. Мына жерде енді бір кішігірім рахмет айтып өтейін енді осындай. Көп басымыз қосыла бермейді ғой. Бірінші әке-шешеме осы ауырғаннан бастап қасында осы мына жерде апаларымыз отыр, мына әпке отыр, мынау күміс әпкем отыр, мынау ана өтетеміз, алтын жеңгелеріміз, рахмет сіздерге. Жас қалжың әпке ол күнде связда ғой, бұл кісі әпке екеуіне рахмет. Звондайды да жылайды әпке басында. Рахмет қой, жүректеріңізден айналып, мені уайымдап. Нағашыларға вообще сөз жоқ, олар күнде ғой, 24/7, ақша десең ақша, қалай, поддержка десең поддержка ғой, уже артқа бере алмайсың, ондайдан кейін. Ұрып өлтіретін сияқты болмайсың. Ол әке-шешем бірінші орында ғой, екі балаларым, екі қанатым осылар, міне қазір жұмысты қойды, Алматыға кеткен. Рахмет, желден жұмыстан келе алмай қалып, мен Алматыға барам, даже бұлар машинасын берді қазір, барам, машинамен жүрем. Білесіздер, Алматыда пробка, барып келген кісілер түсінеді оны. Автобусқа мінсең, бір күнде бітіре алмайсың тіркеме. Мысалы, бұл оңай емес негізі оны. Тек қана ауырған адам түсінеді негізі. Бар, бұл жерде де ауырған кісілер түсініп отыр ол кісілер. Бірақ рахмет, ешқайсыңыздың бастарыңызға түспедіңіз, ауырмаңыздар тек қана алға. Өйстіп, кейін дастарханда бас болacak, мына достарыма рахмет. Телефон бұлжалар, телефон алып кетші, жаңа ақшалай, бұларда проблема жоқ. Қазір жинап беріп айтсам.